Құрметті тыңдармандар, аудармаш арнасына қош келдіңіздер. Сіздердің назарларыңызға үздік таңдамалы аудармалар ұсынылады. Әңгімелер ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп, арнаны қолдап жіберуіңізді сұраймыз. Өмір қожайындары 3 бөлім. Гипстелген қолын ұстап, Женя үлкен үйді жат адамдай шарлап жүр. Виктор осы баспалдақтан құлап кеткенін, мынау олардың ортақ жатын бөлмесі екенін айтты. Бірақ неге бұл жердің бәрі бөтен болып көрінеді? Ұмытылған емес, нағыз бөтен. Гардеробта киімдер аз, бәрі жаңа. Кейбіреулерінің тіпті этикеткасы да бар. Өлшемдері өзіне сәйкес келсе де, Женя мына көйлекті кие алар ма еді? Талғамы соншалықты нашар болғаны ма? Виктор оның жақында гардеробын түбегейлі өзгертіп, барлық ескі киімдерін лақтырып тастағанын айтты. Өмірінде не болғаны сонша, оның көңіл күйін осылайша өзгертетіндей. Төлқұжаты да жаңа, ауруханада түсірілген суретімен. Виктор Николаевич Женяның өз төлқұжатын жыртып тастағанын айтты. Неге? Деп ол немқұрайлы сұрады. Неге дейсің бе? Маған тұрмысқа шыққың келді. Менің тегімді алғың келді. Жақында бұл орындалады, Женечка, уайымдама. Әзірге мен саған жаңа төлқұжат жасатып қойдым. Женечка. Бұл адамның аузынан шыққан есімі тым жағымсыз естіліп, ал жанасқан сайын жүрегін түршіктіретін. Виктор Николаевич оған қол тигізген сайын Женя кері шегінгісі келді. Оның қолдары суық, дымқыл, жағымсыз еді. Женя ауруханадан шыққысы келмеді. Бұл адаммен жеке қалудан қорықты. Енді міне, осы сәтте келді. Бүгін олар бір төсекке жатуы керек. Виктор Николаевичтің оған қараған көздеріне қарағанда, бұдан құтыла алмайтын сияқты. Женя оны әлі де атымен атауға батылы бармай тұрды. Әр жолы өзін зорлап айтуына тура келді. Виктор, деп ол ақырын бастады. Мүмкін біраз уақытқа бөлек жата тұрамыз ба? Кешір, бірақ мен сені танымаймын. Саған үйренуім керек. Осылай тезірек үйренесің, Женечка. Бөлек жатын бөлме жоқ. Ер адам Женяны өзіне жақындатып, қатты құшақтады. Бұл оған өте жағымсыз әсер етті. Бірақ қарсы тұратын күш таппады. Жалпы, ештеңеге күші жетпеді. Қыз ұйқыда жүрген адамда ессіз күйде еді. Ойына бір нәрсе келсе, сол сәтте жоқ болып ұшып кететін. Виктор Николаевичке деген жиіркеніш сезімі толық немқұрайлыққа және суық райға ауысып отырды. Бұрынғы өмірін еске түсіргісі келсе де, оған күш те, құлшынысы да жоқ еді. Ауруханада емдеуші дәрігер оған дәрі беріп, оны үнемі күніне 2 рет уақытымен ішу керек екенін айтқан. Бұл дәрілер оның тезірек сауығуына, жадының оралуына көмектеседі. Виктор Николаевич бұл әңгімені естіп, дәрілерді дәрігерден тез алып, пиджагының қалтасына салып қойды. Мен бұған өзім қарайым, деді ол дәрігерге. Женечка әлі әлсіз, ұмытып кетуі мүмкін. Сондықтан дәрі қабылдауын мен бақылайтын болам. Женяның байқағаны, дәрі салынған бөтелкеде дәрінің атауы жазылмаған еді. Бұл жай ғана сопақша ірі капсулалары бар шыны ыдыс болатын. Атауы жазылмаған. Женя осы ойға ілініп қалғысы келгенімен, сол сәтте ақ жазылмаса жазылмасын. Қандай айырмашылығы бар, деп ойлады. Женя жалғыз қалғысы келді. Үй ішінде көзіне таныс бір зат түсеме деп іздеп жүрді. Бірақ Виктор оны 1 минутқа да жалғыз қалдырмады. Қасынан қалмай, үнемі бетіне үңіліп, қолын тигізуге тырысатын. Үй үлкен, әдемі, әрі таптаза болатын. Және осыны түсінді. Виктор, мына жер өте таза екен. Бірақ мен ешкімді кездестірмедім. Үйді кім жинайды? Мен бе? Әрине жоқ, деп күліп жіберді ер адам. Құдайым сақтасын. Жаңа қызметкерлер ертең келеді. Аспазшыны таңдадым. Ал қызметшілерді агенттік жібереді. Соларды өзің таңдайсың.
Женяның басы әлі дұрыс жұмыс істемесе де, оның көзқарасы күдікке толы болды. Жаңа киім, жаңа төлқұжат және жаңа қызметшілер. Бұл нені білдіреді? Виктор Николаевич қыздың көзіндегі күдікті байқап қалды. Таз басын шайқап: «Жарайды, Женя, бұл туралы айтқым келмеп еді. Бірақ барлық құпияны ашуға тура келді. Қызметшілерді мен сенің ызаланып маған жасаған ұрыс керсіңді көргендіктен жұмыстан шығардым. Біз үйленуіміз керек болатын, бірақ былайша айтқанда ол сәт бұзылды. Сен қатты ашуланып, төлқұжатыңды жыртып, барлық киіміңді тілімдеп, қолыңа түскеннің бәрін маған лақтыра бастадың. Мен сен сабырға келгенше үйден шығып кетуге бел будым. Сен артымнан қуалап, сол кезде баспалдақтан құлап кеттің. Женя, кейде сен өте ашушаң боласың. Бірақ мен сені сүйемін, және біз міндетті түрде үйленеміз. Мен саған сонда да, қазір де уәде берем. Жалпы, қызметшілер көргеннен кейін оларды жұмыстан шығаруға тура келді». «Яғни, ешкім қалмады ма?» деп Женя ойланып сұрады. «Неге қалмасын? Кирилл де үйде болған, бірақ оны жұмыстан шығара алмайым. Кешір». Кирилл Виктордың күзетшісі. Женяны суық сұр көздермен қорқытатын. Ол Женяға ет кесіндісіне қарағандай қарайтын. Кириллді көргенде оның ойына келген бірінші нәрсе осы еді. Ол дөрекілік танытпаса да, оның бұл көзқарасы көп нәрсені білдіретін. Женяның ойлары бір нәрсеге тоқтай алмай, лезде ұмытылып кететін. Дәл осы сәтте түн жақындап, Виктор Николаевичтің құмары одан сайын күшейді. «Женя, дәрігер ертерек ұйықтауың керек деді. Жүр», деп ол қолын созды. Қыздың амалы қалмады. Өзінің жылы қолын оның суық терлеген алақанына ұстатты. Виктор оны ақырын баспалдақпен жоғары қарай бастады. Дәл сол, ол құлап кетті деген баспалдақпен. Жанжал үстінде ол өзі итеріп жіберді ме? Мүмкін осыдан оның бойында жек көрушілік пайда болған шығар. Ой тағы да жарқ етіп, сол сәтте жоғалып кетті. Виктор Николаевич Женяны өте табандылықпен өзіне тартты. Бикештің қолындағы гипске де қараған жоқ. Бәрі болған соң, Женя ұзақ уақыт душтың астында тұрып, өзін біреу батырған, көрінбейтін кірден жуып шаюға тырысты. Бәрі соншалықты жиіркенішті, соншалықты дұрыс емес еді. Бұлай болмауы керек. Бұл жер менің орным емес, деген үмітсіз ойлар басына келіп, қайтадан немқұрайлыққа ауысты. Ұйықтағысы келді. Тек қана ұйықтағысы келді. Бикеш төсекке қайтып келді. Шетіне бүрсіп жатты. Жанында жатқан ер адамға тимеуге тырысып, ұйықтап кетті. Виктор ұзақ уақыт ұйықтай алмады. Оны бақыт сезімі билеп алды. Міне, ол көптен армандаған арманы орындалды. Ол қасында, ол онымен бірге. Мүмкін сәл өзгешелеу шығар, бірақ бұл тіпті жақсы. Наташка тірі болса қазір қандай болар еді? Ал Женя жас әрі сұлу. Виктор өзін жасарғандай сезінді. Өзінің барлық өткен жылдарын, ол туралы армандаған жылдарын ұмытқандай болды. Ешқашан, қандай жағдай болмасын, ол Женяны жанынан жібермейді. Қандай жағдай болса да, не болса да, ол бәріне дайын. Оның ақшасы да билігі де бар. Бұл сұлу осы үйде оны күтіп отыру үшін ол бәріне дайын. Виктор Николаевич қанша кеш жатса да, таңертең ерте тұруға тура келді. Жұмысқа бармас бұрын, ол тағы бір жерге баруы керек. Кириллді Женяға қарауға қалдырып, көлік тізгініне өзі отырды. Ол қайнатасына барды. Бұл жағымсыз, өзін қорлайтын жағдай болса да, амалсыздан жасалатын қадам еді. Петр Степанович, қалай болғанда да, күйеу баласының үйге жас қызды әкелгенін біліп отырған болуы керек. Ол бәрінен хабардар. Сондықтан оның алдында бас ию қажет болды. Петр Степанович үлкен асханада жалғыз таңғы асын ішіп отырды. Ерте жастан тазданған күйеу баласынан айырмашылығы, оның шашы қалың бір қырына мұқият таралған. Ол дөңгелек, сәл күңгірт көзілдірік тағатын, бірақ көзқарасы бұрынғыдай өткір еді.
Виктор асханаға ішін тартып, жиырылып кірді. Қайнатасынан қорқу сезімі оның бойында осы жылдар бойы өзгерместен сақталып келген. Өзі де лауазымды адам болса да, бұл қорқыныш жоғалмады. Виктор өзінің жоғарылауы кімнің арқасында екенін ұмытпаған. Сондықтан қажет болса, қайнатасы оны бір-ақ сәтте шахмат тақтасындағы пешканы лақтырып тастағандай орнынан тайдыра алатын білетін. Сол себепті де ол бірінші болып келіп, бас иіп, кешірім сұрауға мәжбүр болды. Қайырлы таң, Петр Степанович. Асыңыз дәмді болсын. Келдің бе? Деп көзілдірігінің үстінен көзін сығырайта қарады ақшашты ер адам. Неге кеш келдің? Қалайша кеш, Петр Степанович? Қазір әлі 9-да болған жоқ. Виктор ақ былғарымен қапталған оюлы орындықты ақырын жылжытып, үстелге жақындап отырды. Ол қайнатасына қарамауға тырысты. Ол өзімен бірге таңғы ас ішуді ұсынар ұсынбасын ойлады. Сен мені түсіндің, Витя. Ақмақ болма. Сен кеше бір қызды менің үйіме алып келдің. Ал маған бүгін ғана келіп тұрсың. Бұл менің үйім, деп жөтелді Виктор. Қазір сенің үйің. Бірақ оны саған Люда екеуің үйленгенде кім сыйлаған ұмытқан жоқ шығарсың. Ол кезде сенде ештеңе жоқ болатын. Ал қазір бәрі бар. Бұл үй сіздердің отбасылық ұяларыңыз болуы керек еді. Ал сен ол жерге кім көрінгенде әкелгенсің? Петр Степанович, Виктор ішке кіргеннен бері бірінші рет қайнатасының бетіне қарады. Люданың қайтыс болғанына 4 жыл болды. Содан бері мен жалғыз тұрам. Жалғыз емессің. Менің қызым тірі кезінде де жақсы жүрдің. Одан кейін де жақсы демалып жүрсің. Деп Петр Степанович мысқылдап күліп, аузына бір тілім беконды салды. Ол Викторға таңғы ас ұсынбады. Сондықтан бұрынғы күйеу баласы бетіне төне қарап, иттің көзқарасындай мұңайып отырды. Бұл әңгімеден оның бақыты тәуелді болғандықтан, ол мүмкіндігінше сенімді сөйлеуге тырысып, жалынды түрде сөз бастады. Иә, мүмкін. Мен Людаға опасыздық жасаған шығармын. Сіз бұл туралы білгенсіз. Тіпті ақылмен жүріп отбасыңды бірінші орынға қой деп өзіңіз айтқансыз. Мен үшін солай болды. Барлық байланыстарым маңызсыз еді. 4 жыл бойы әйелімді жоқтап қайғырдым. Ал қазір үйленгім келетін адамды кездестірдім. Маған бұған рұқсат етіңізші. Егер сіздің үйіңізде тұрғанымыз ұнамаса, біз көшіп кете аламыз. Мен басқа үй сатып алам. Иә, қазір өзіңе сатып ала аласың. Үйде сатып аласың, басқасын да. Саған мүмкіндіктерің шексіз, енді ешкімге тәуелді емессің сияқты көрінетін шығар. Жағдайыңды тұрақты деп ойлайсың ба? Мүлде олай ойлаған емеспін, Петр Степанович, деді Виктор көз алмай, бұрынғы қайнатасына адал итше қарап. Мен сіздің пікіріңізді әрқашан ескерем, сондықтан да қазір сізге келіп отырмын. Өтінем, маған кедергі жасамаңызшы. Мен Люданы әрқашан есімде сақтайым, және әрқашан сүйем. Бірақ мен тірі адаммын ғой. Иә, сен тірісің. Қызымды көрге тықтың, ал өзің тірісің, деп Петр Степанович ашумен айтып салды да, бірден сабырға келді. Жаңа таңдауың тым жас емес пе? Әйтсе де не деп тұрмын мен? Қазір сондай сән ғой. Қайда қарасаң да барлық шалдар өзіне жас әйел іздейді. Ал мен Люданың анасымен 35 жыл бірге тұрдым. Ол қайтыс болғаннан кейін басқа ешкімге көз салмадым. Мұны саған түсіну қиын. Жақсы, таңдағаның жас болсын. Бірақ оның бір түрлі есі ауысқандай екенін айтып жатыр ғой. Петр Степанович самайына саусағын тигізіп ымдады. Виктордың жүрегі зу ете қалды. Қайнатасы тым көп біледі. Женя үйде бірақ күн болды. Оны Кириллден басқа ешкім көрген жоқ. Онда мұндай мәліметтер қайдан келді? Ендеше ол тағы не біледі? Женяның неге осындай күйде екенін біле ме екен? Есін жоғалтқанын және дәрі-дәрмектер туралы біле ме? Ол дұрыс. Тек өте сабырлы, деді Виктор үнсіз қалып. Оның қосатын ештеңесі қалмады. Ол қайнатасының не айтарын күтті.
Ол да біраз уақыт үнсіз қалды. Тыныштық ұзаққа созылды. Содан кейін Петр Степанович риза болған кейіппен: «Жарайды, тырысып көр. Тек мені кәрі шалды ұмытып кетпе. Жиі келіп тұр. Ас үйге барып өзіңе таңғы ас алып келсін деп тапсыр. Отырып әңгімелесейік. Жұмысыңда не болып жатқанын айтып бер». Виктор орнынан тұрып, ас үйге бара жатып, тізелерінің дірілдеп тұрғанын сезді. Бұған дейін қатты ширығып отырған еді. Виктор Николаевич алдындағы емен үстелде жатқан қомақты қағаздарды ашулана лақтырып жіберді. Ол оларды оқығысы да, үңілгісі де келмеді. Ал алдында тағы да жиналыс күтіп тұр. Ол өзекті мәселелерден хабардар болуы керек еді. Бірақ басы басқа нәрсемен әлек. Әдеттегідей ойында тек Женя. Соңғы күндері ол мазасыздана бастаған сияқты. Жиі әдемі маңдайын әжімдеп, бір нәрсе туралы ойланғандай болады. Ал оған ойлану зиян. Терешкин Рыжовқа да қоңырау шалып, Евгения қабылдайтын дәрі-дәрмектің дозасын көбейтуге бола ма деп сұрады. Жеке клиниканың бас дәрігері дозаны көбейтуге болмайтынын, әйтпесе қыз өсімдікке айналатынын қатаң түрде айтты. Қазіргі дозаның өзінде Женяның жақын арада тұйықталып, бағдарын жоғалту қаупі бар. Сөйтіп айналасындағы әлеммен байланысын біртіндеп толықтай жоғалтуы мүмкін. Ал егер көбейтсе, бұл сөзсіз және тез арада болады. Дәрігермен сөйлескеннен кейін Виктор Николаевич ауыр күрсінді. Женяны өсімдікке айналдырғысы келмеді. Сонымен қатар, оны үнемі қорқыныш билеп тұрды. Бикеш өткенін есіне түсіріп, одан қашып кетеме деп уайымдады. Тіпті Виктор Николаевич дәрі-дәрмек қабылдауды қатаң бақылап, ол болмаған кезде бұл міндетті Кирилл атқарса да, оның көңілі орнықпады. Кириллді есіне түсірген Терешкин қабағын түйді. Жиналыс басталуына аз қалды. Бұл қарғыс атқыр күзетші қайда жоғалып кеткен? Терешкин оған тапсырған нәрсені анықтау соншалықты қиын болды ма? Виктор осыны ойлап үлгермей жатып, үстеліндегі ішкі байланыс аппараты дыбыс берді де, хатшы қыз қабылдау бөлмесінде Кириллдің күтіп тұрғанын хабарлады. «Кірсін», деп қысқа қайырды Виктор Николаевич. Күзетшіні күткен ол кірпіксіз бозарған, сұрғылт көк көздерімен есікке қадала қарады. Кирилл әдеттегідей жинақы, салмақты кейіппен ішке кірді. Иә, күзетші сымбатты көрінетін, жас әрі тартымды еді. Терешкин оның сырт келбетіне қанша рет қызғана қарағанын бір құдай біледі. Жастық шағында өзінің де осындай болғанын қалады. Сонда бәлкім бәрі басқаша болар ма еді? Наташка одан бас тарта алмас па еді? Дегенмен, Виктор Николаевич ішінен мырс етті. Кирилл кім? Ол кім? Күзетші қанша өзін мықты етіп көрсетсе де, Терешкин үшін ол тек бір қызметші. Өзіне жақын жүретін, толықтай оған тәуелді қызметші. Сырт келбетпен де алысқа бару қиын. Ақыл, жігерде керек. Виктор өзінің өте ақылды санайтын. Оның ойынша, ол бәріне өзі жетті. Және қазір оның үйіндегі Женя атты бақытқа толықтай лайықты. Кирилл кабинетке кірді. Сұрап жатпастан, ұзын үстелдің астындағы орындықтардың бірін суырып алып, жайғасып отырды. Қожайынымен етене араласатын болған соң, күзетші мұндай еркіндікке жол бере алатын. Кирилл өзін таптырмас адам санайтын. Терешкиннің қаншама құпиясын, қаншама келеңсіз оқиғасын білетін. Қожайынын жалықтырған әйелдерден құтылатын да осы Кирилл еді. Оларға боссың деп өтемақы төлейтін. Қожайынымен байланысы туралы артық сөз айтпауды ескертіп, тіпті нұсқаулықта беретін. Ол Виктор Николаевичтің өзі баяғыда ұмытып кеткен өткінші әйелдерінің де аты жөні мен мекенжайын жадында сақтаған. Кириллдің басында бәрі сақтаулы болатын. Терешкин туралы ештеңені ұмытпайтын. Сондықтан одан қорықпайтын. Осылайша қожайынның ұнатпай қарап тұрғанына қарамастан, ол орындыққа сән салтанатпен жайғасып отырды. Не жайғасу сенікі? Қабағын түйді Виктор Николаевич. Баянда, және қалай? Бәрі дұрыс. Дәрісін сағат 12-де уақытылы ішті. Мен бақыладым. Одан кейін әдеттегідей ұйқысы келді. Ұйықтағанын күтіп, сосын ғана кеттім. Түсінікті.
деді Терешкин. Ал мен тапсырған іс қалай? Бәрін анықтадың ба? Анықтадым. Анықтамауға бола ма? Деп Кирилл мұрнының үстін сипады. Бұл қиын болған жоқ. Сіздің женеңіздің күйеуі мен 5 жасар қызы бар. Күйеуінің есімі Сергей Смирнов. Ол оны іздеп жатыр. Белсенді іздеп жүр десем болады. Күнде жұмысқа барғандай полицияға барады. Олар оны көруден жалыққан. Оның үстіне, ол бүкіл қалаға хабарландыру жабыстырып тастаған. Әлеуметтік желілердің бәрін аяғынан тік тұрғызған. Евгенияның ата-анасына қатысты айтқаныңыз рас. Анасының аты Наталья. Ол 2 жыл бұрын қайтыс болған. Әкесі одан ертерек көз жұмған. Кирилл сөзін аяқтап қожайынына сұраулы жүзбен қарады. Терешкин көңілсіз қабағын түйді. Маған не телміре қарап тұрсың? Жененің отбасы барын, оны іздейтіні белгілі болды ғой. Бірақ бұлай емес қой, Виктор Николаевич. Бұл Смирнов тым белсенді. Сіз туған жерім деп атайтын бүкіл қала Женені таниды. Оның суреттері әр бұрышта ілеулі тұр. Смирнов жұмысқа бармай тек әйелін іздеумен айналысып жүр. Терешкин Жененің бұрынғы күйеуінің табандылығына іштей ашуланды. Ол бұл еркекті бұрынғы күйеуі дегеннен басқаша атай алмады. Терешкин Женені ешкіммен бөліскісі келмеді. Сондықтан бұл бұрынғы күйеуі соншалықты табанды болмаса, адам жоғалу туралы іс біртіндеп мұрағатқа кеткен болар еді. Бүкіл елде қаншама адам із-түзсіз жоғалып жатыр. Бұл Смирнов әлі де шу шығарып тыныштала алмай жүрме сонда? Не дедің? Жұмысқа бармайды дейсің бе? Деп сұрады Виктор Николаевич. Ол немен айналысады өзі? Кирилл қолымен белгісіз дегендей көрсетті. Терешкин тақыр басын сипалап, әлде бір ойға шомғандай болды. Бұрын шашы қалмаған тұсын бұл әдетімен маңдайындағы тақыр жерді жабатын. Қазір шашы болмаса да, әдеті қалып қойған еді. Оның бұл қылығын білетін Кирилл, қожайынның не айтарын күтіп, үнсіз қалды. Ана Смирновты бір нәрсемен басын қатыру керек, деді Терешкин. Жарнама іліп полицияның мазасын алуға уақыты қалмасын. Тіпті одан да жақсысы. Полицияның өзі оған қызығушылық танытса деймін. Мұны қалай іске асыру жөнінде бір ойым бар. Ал сен әзірге хабарландырулармен айналыс. Кешке мені үйге апарған соң, туған жеріме барып, біраз жасөспірімді тап. Оларға ақша берде бүкіл қаланы аралап, барлық хабарландыруларды жұлып тастауды тапсыр. Жұрт Жененің бет-әлпетін жадында сақтамауы керек. Құп болады, деді Кирилл. Әйтсе де бұл әрекеттің мәні жоқ. Смирнов қайтадан бүкіл қаланы хабарландырумен жапсырып шығады. Саған айттым ғой. Смирновтың жуырда бұған мұршасы болмайды. Онымен өзім айналсам. Сен тек Жененің фотосуреттерін қолға ал. Тағы бір айтарым, фотосуреттерге қатысты. Кирилл кідіріп қалды. Виктор Николаевич, Женені бүгін іс-шараға алып бармағаныңыз жөн. Ол сол жерде болатын қыздардың арасында ерекше көзге түседі. Ол басқа. Қандай киім кигізсеңіз де, ол басқаша болып көрініп тұрады. Бұл біріншіден. Ал екіншіден, Виктор Николаевич, онда қанша журналист болатынын ойладыңыз ба? Сізге деген назар ерекше күшейеді. Терешкин жаңа көңілдесімен деген сары баспа сөзге суреттері шығады. Менің ойымша, мұның бәрі қауіпті. Сен солай ойлайды екенсің ғой. Ойлайтын нәрсең бар ма не? Деп ашуланды Виктор Николаевич. Кириллдің сөздің жаны бар екенін түсінген ол тіпті ашуланды. Жененің шарада ерекше көзге түсетінін айту аздық етеді. Ол шынымен де басқа еді. Бұл жерде Кирилл тап басып айтты. Оның сұлулығы табиғи, ешқандай ботокс, жіп және үйрек ерінсіз. Ол бояусыз-ақ сол силикон қуыршақтардың бәрінен асып түседі. Ал оның сәнді де ұзын шашы. Бүкіл Мәскеуде осындай шаш таба алмайсың. Тек жалған шаштар ғана бар. Тыңда мені, Кирилл. Сен қазір-ақ менің туған жеріме бар. Мен бүгінгі жұмысымды аяқтадым. Женені өзім бақылайым. Ал сен кешке дейін қайта орал. Егер мен Женені іс-шараға апарамын деп шешсем, сен бірде-бір журналистің оны суретке түсірмеуін қадағалауың керек. Кирилл орнынан тұрып қарсы пікірін айтқысы келді. Алайда Терешкин оны тыңдамай,
кабинетінен шығып кетті. Ол жиналысты күтіп креслоларда отырған қызметкерлерге қарамай, хатшысына бұйрық етті. Жиналыс ертеңге ауыстырылады. Менің маңызды шаруаларым шығып қалды. Хатшы зымырап бара жатқан бастығының артынан көзін жыпылықтатып қарап, одан кейін кабинет алдында отырған іскер костюм киген беделді ер адамдарға көз тастады. Олардың жүздерінен наразылық байқалды. Виктор Николаевичтің маңызды істері оны өз үйінде күтіп тұрды. Бұл адам үшін Женядан артық не маңызды болуы мүмкін? Ол Кириллге хабарландыруларды тезірек жойып, қайтып оралуды тапсырып, өзі Женяға қарай жол тартты. Женя түскі ұйқысынан жаңа оянған еді. Дәріні ішсе болды, бірден ұйқысы келетін. Оянған соң келесі дәрі ішетін уақытқа дейін мазасызданып жүретін. Бекеш төсегінде отырып, басында пайда болған ойды ұстап қалғысы келгендей маңдайын тырыстырды. Жатын бөлмеге Виктор Николаевич кірген кезде Женяның көзінен жеңіл үрей ұялады. Оны ешқашан жалғыз қалдырмайтын. Виктор жоқта қасында Кирилл жүреді. Ол да жағымсыз болғанымен, Викторға қарағанда жақсырақ еді. Кирилл ең болмаса оған қол тигізбейді. Тек дәрі-дәрмекті уақытлы қабылдауын бақылап отырады. Женя дәрі ішкен кезде Кирилл одан көз алмастан қарап, тіпті аузына үңіліп, оны жұтып қойғанын тексеретіндей көрінетін. Женя оның бұл талапшылдығын түсінбеді. Ол дәрі ішуді онсыз да тастамас еді. Дәрігер, бұл дәрілер оның есте сақтау қабілетін қалпына келтіруге көмектеседі деген. Ал Женя осы өміріне қалай келгенін есіне түсіргісі келді. Неге осы үйде Викторның жанында жүр? Ол өзіне мүлдем ұнамайтын адам. Мүмкін баспалдақтан құламас бұрын ол басқаша болған шығар. Бәлкім ақшаға құныққан әйел болған шығар. Басынан алған жарақаты оны түбегейлі өзгертуі мүмкін бе? Женя бұл туралы білмеді. Бірақ өткенін есіне түсіру үшін жиі маңдайын тырыстырып қатты ойланатын. Міне дәл осы сәтте жатын бөлмеге сергек кіріп келген Виктор Николаевич Бекешті дәл осы күйде көрді. Женечка, аздап демалдың ба? Жүр, асханаға барып түскі ас ішейік. Содан кейін екеуміз сұлулық салонына барамыз. Таңғалма, бүгінгі күнімнің қалған бөлігін саған арнау үшін босаттым. Сен онсыз да сұлусың, бірақ кейде сән үлгісін өзгерткеннің артығы жоқ. Баспалдақтан құламас бұрын шашыңды қиып басқа түске бояғын келетін айтқансың. Бүгін екеуміз сол арманыңды орындаймыз. Женя қарсылық білдіргісі келді. Шашынан айырылғысы келмеген айтқысы келді. Бірақ қалай айтады? Ештеңені есіне түсіре алмаса, қалай қарсылық білдірсін? Егер ол осындай көйлектер кисе, шаш үлгісінде өзгерткісі келген шығар? Кім білсін? Егер ол осындай көйлектер кисе, шаш үлгісінде өзгерткісі келген шығар? Женяның денесінде бұрын қандай адам болғанын кім білсін? Евгения бұйрықты орындайтын роботтай асханаға қарай беттеді. Ол жерде жаңадан келген Рита атты қызметші қыз дастархан жайып жатқан. Ританың қара, ұрлана қарайтын көздері және сәл ұзындау мұрны бар еді. Ританың бұл мұрнын әр жерге тығатыны алғашқы көзқарастан-ақ түсінікті болды. Ол өзінің қу көздерімен барлық нәрсеге ынталы түрде қарайтын. Виктор Николаевичке Рита бірінші көргеннен-ақ ұнамады. Ол мұндай үшқалақ, қу адамдарды жаны сүймейтін. Бірақ бұл қызметшіні Женя агенттіктен келген бірнеше адамның ішінен өзі таңдады. Ританы таңдауының себебі оның ширақтығы мен өмірге деген қызығушылығында еді. Өйткені бұл қасиеттер Женяның өзінде жоқ еді. Рита Евгениядан сәл үлкенірек, 30-дың үстіне шыққан болатын. Қожайыны жоқта, Женяның соңынан қалмайтын көлеңкедей жүретін Кирилл болмағанды, қожайынның жаңа әйелімен қуана сөйлесер еді.